Ассалаумағалейкум достар, Спортмастер арнасына қош келдіңіз. Менің есімім Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге турникке қалай тартылып үйренеміз, белтемірге қалай тартыламыз, турникке тартылу санын көбейтуге арналған ең мықты жаттығуларды сіздерге көрсетемін. Белтемір әр жақта бар, әр дворда, әр спорт комплексте белтемір турник бар. Яғни сол турникке қалай көп тартуға болады, соны сіздерге көрсететін боламын. Турник ол дене шынықтыруға арналған ең жақсы құрал болып табылады. Ол сіздің арқаңызды, қол бұлшықеттеріңізді жақсы дамытатын болады. Бүгін мен сіздерге сол белтемірге қалай көп тартуға болады, 15-20 рет оңай тартылуға арналған өзімнің жасап жүрген ең оңай әрі тез жаттығуларымды көрсететін боламын. Осы жаттығуларды сіздер қайталап турникке оңай тартылып үйренетін боласыздар. Достар, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп кет, лайк басып кет және осы каналдың дамуына өз үлесіңді қосып кет. Ал біз видеомызды бастаймыз. Біздің бірінші жаттығуымыз видеода көріп тұрғандарыңыздай мынандай темірге келесіздер, қолдарыңызбен ұстайсыздар және аяқтарыңызды созып қолыңызбен тартыласыздар. Бұл сіздің турникке тартылуыңызды арттырады, яғни көбейтеді. Бұл жаттығудан 4 подход 15 реттен қайталаңыз. Екінші жаттығу көріп тұрғандарыңыздай турникке резинка байлайсыздар, яғни резинканы байлап, аяғыңызды кіргізіп турникке тартыласыздар. Бұл сіздің турникке тартылу санын арттырады. Бұдан 15-20 рет 6 подходтан жасаймыз. Резинканы байлап алып, оң аяққа немесе сол аяққа кіргізіп турникке барынша тартыламыз. Сіз турникке мүлдем тартыламасаңыз, осы жаттығу дәл сізге арналған. Турниктің астына орындық немесе басқа да темір қоямыз және аяғымызбен соны мінеміз және турникке тартыламыз. Яғни турникке секіріп және асықпай түсеміз. Турникке секіреміз және асықпай түсеміз. Бұл сіздің турникке тартылу санын көбейтеді. Бұдан 6 подходтан 12 реттен жасаймыз. Видеодағыдай қайталаңыз. Біздің соңғы 4-ші жаттығу турникке кері хват ұстап 5 рет тартылып 15 секунд демалу. Осы жаттығу сіздің турникке тартылуыңызды көбейтеді және қолыңыздың хватын қатайтатын болады. 4 подходтан 12 реттен қайталайсыздар.
Роднойлар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Бүгін мен сіздерге турникке, белтемірге қалай көп тартуға болады, соны көрсеттім. Соған көмектесетін топ жаттығуларымды көрсеттім. Сендер бүгінгі видеода көрсетілген жаттығуларды жасап, турникке көп тартыла алатын боласыздар. Яғни 15 пен 20-ның арасында турникке тартылып үйренетін боласыздар. Жаттығулар қиын емес, ең оңай жаттығуларды көрсеттім. Белтемірге тартылып үйренетін жаттығулар. Бұл жаттығуларды әр спорт комплексте, әр дворда жасай алатын боласыздар. Тек өзіңізге сенімді болып, өзіңіздің желанияңыз болса болды. Видео ұнамаса каналға тіркеліп кет, лайк басып кет, және осы видеоның дамуына өз үлесін қосып кет, достарыңа таратып кет. Олар да турникке тартылып үйренсін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.